Радикалды идеология қауіпті вирус. Жұқтыру оңай, ал айығу қиын әрі ұзақ процесс. Осы дертке шалдыққандар арасында мешітке әлі де құлаққап тағып келетіндері бар. Бұл имамға ұйымаймыз деген қарсылық. Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың кітаптарын қарайықшы. Кез келген нәрсені діни салыстырмалар жасайды. Сол салыстыру арқылы адамды кәпір, бидағатшы, фасық, надан деп өздері категорияларға бөледі. Намаз оқығанда 2 апта болған хадис деген нәрсені мұрнына әлі иісі бармаған балдар сақал қояды, балағын қысқартады, үстіне жаңағы арабша киім сүннетін киіп алады дағым, бірден шейх бола қалады дейді. Надан адамның 3 белгісі: тыңдап алмай жауап береді, түсініп алмай қарсы шығады. Білмейтін нәрсесіне үкім айтады. Даналар сөзі бүгінгі деструктивті діни ағым өкілдерін дөп суреттейді. Діни радикал идеология адам өміріне қатысты, болмаса мемлекеттің құрылына қатысты белгілі бір сын қатерлерді алып келу болып есептеледі. Адамның бойындағы сан тұрғысынан ойлау қасиеттерін жоюға тырысады. Белгілі бір мақсатқа жетуге осы дінді пайдаланып, біздің сирияға аттанған отандастарымыздың көбісі болса өкінішке орай өтірік жалған видеоларға алданған. Түркістан облысының тумасы Гүлнәздің жолдасы да псевдо-уағызшыларды пір тұтты. Захарын жұтты. 2013 жылы лаңкестердің көсеміне сеніп, отбасымен елден кетті. Тарыны барып, соны ғана білем. Күйеуім тыңдайтын көп. Күйеуім мысалы айтқан жоқ, мынандай жер, біз өйтіп қашып кіреміз деген. Мен барлық документ, бәр нәрсе қолымда болған. Өйткені бәрі оған дейін біз документалына кірдік. Мысырға да, Мысырдан шыққанда да, Түркияға кіргенде де алып кет қалды ғой мен сол жаққа. Қазір көп балалы келіншектің көп сұраққа жауабы жоқ. Тек діни түсінігі бойынша жолдасына мойын сұнған. Ал содырлар ордасын жұмаққа жетудің жолы деп білген отағасы болса, бүлікшілер қолынан мерт болды. Сүйегінің қайда қалғанын ешкім білмейді. Бұл сәләфизмнің аты барды заты жоқ. Жекелеген шейхтардың идеологиясы, дәстүрлі 4 мазхабқа сай келмегеннен кейін, олардың көзқарасының барлығында ұлт аразы, дін аразы, алауыздық көзқарас болғаннан кейін, оны біз ағым ретінде қабылдаймыз. Қазақстан Республикасының аумағында дін істер комитеті тарапынан олардың пайдаланатын сол Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың 3 негіз, 4 қағида, Навақидул ислам, басқа да әдебиеттеріне тыйым салынып отыр. Әлеуметтік желілерде олардың уағызшыларына тыйым салынып отыр. Ол жақ өтірік. Қазір сіздің жылап отқаныңыз ренжіштен ба, жоқ қуаныштан ба елге қайтып келгеніңіз? Оған ашуланып отырмын. Жолдасыңызға ма? Ақиқат пен аңыздың аражығын ажырата алмай, интернеттегі арандатушыларға сенген жерлестеріміз қандығыл қорқауларға жем болды. Таланды, тоналды, естерін елде жейді. Бұл шала білім орға жығатынның дәлелі.